Қайырлы күн, ұстаздар. Сіздермен ұстаз кезет. Бүгін біз сіздерге flippidi.net сайтымен таныстыратын боламыз. Ең әуелі Google-дың іздеу жолағына flippidi.net деп жазып аламыз. Келесі бізде осындай бет ашылады. Бірінші сілтемеге басып өтеміз. Мінекей осындай түрлі ойындар, дидактикалық материалдар шығады. Бұған тіркелудің қажеті жоқ, қолдана берсеңіздер болады. Мен осы жерден сертификат жасау жолын көрсетемін. Ол қазіргі таңда көп қолданысқа ие болып жатыр. Ең әуелі астында тұрған инструкция батырмасын басамыз осы жерді. Келесі осы сары батырманы басамыз, белгілеп кеткен. Мінекей осындай бет ашылады. Осы көк кнопканы басамыз. Мінекей бізде ашылды. Бұл жерде сіздер балаларға тест құрасыздар. Тесттің барлығына дұрыс жауап берсе, балаларға сертификат беріледі. Мына жерде Q деген ол сұрақ, ал А деген жауаптар болып саналады. Осы жерде төбесінде жұлдызша жанып тұр, ол дұрыс жауап деген мағынаны білдіреді. Келесі бізде өздеріңіздің дайындап алған тапсырмаларыңызды, яғни тесттеріңізді, арнайы тапсырманы дайындап аласыздар, соны енгізіп отыратын боласыздар. Мінекей мен биология пәнінен осындай сұрақтарды дайындап алдым оқушыларға. Келесі осы жерді копировать етіп аламыз. Осы жерге үстін басып, ставить етсеңіздер, өзі қойылады. Ешқандай оның өшірудің қажеті жоқ. Келесі енді ответтерін енгізетін боламыз. Бірінші дұрыс емес ответ. Ответтерін енгізгенде обязательно жақсылап қарап отырыңыздар, себебі шатасып кетулеріңіз мүмкін. Тағы бір рет алдын ала тексересіздер. Ставить етесіздер. Тура осылай қанша сұрақтарыңыз бар, соның барлығын енгізіп отырасыздар. Енді дұрыс жауабын енгізетін боламын. Мінекей біз қазір соңғы сұрақты енгізіп жатырмыз. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Осы жерден сұрақты копировать етіп аламыз. Келесі сайтқа кіріп, осы жерге үстінен басамыз, вставить батырмасын басамыз.
Енді осы жерге қате жауаптарды енгіземіз. Дұрыс жауабы ең соңында тұр. Басында жұлдызша тұр. Соған дұрыс жауапты қоятын боламыз. Келесі бізде жаңа сұрақ қосатын болсаңыздар, осы жерді копировать етіп аламыз. Сосын астындағы бағанға оны ставить етеміз. Сосын ары қарай жаңағыдай сұрақтарыңызды өзгертіп жасап алсаңыздар болады. Сосын астында options бөліміне өтеміз. Бұл жерге quiz name, осы жерге сертификаттың атын жазатын боламыз. Мысалы, озат оқушы деп жазып қояйық. Егер де балалар сұрақтың бәріне дұрыс жауап берсе, осы озат оқушы сертификатын алатын болады. Келесі бізде файл батырмасын басып, поделиться бөліміне өтеміз. Осы жерде екіншісін таңдаймыз. Осы жерде осы жасыл батырманы басып, осы жерде көк окейді басамыз. Мінекей бізге сілтеме берілді. Енді осыны копировать етіп алып, басқа парақшада осы жерге қойып көре аламыз. Тестіміз шыққанын осы жерде тағы да бір рет тапсырмалар тексеріп алсаңыздар болады. Осы жерде get the link батырмасын басып, тағы да осы жерде копировать етіп аламыз. Яғни бұл балаларға берілетін ссылка болып табылады. Сілтеме. Копировать етіп алып, жаңа беттен осыны қосып көреміз. Яғни бұл балаларға берілетін сілтеме, балаларға қалай көрінетінін көрейік. Мінекей озат оқушы деп шықты. Енді астына оқушылар өздерінің аттарын жазатын болады. Мысалы, мен өзім атын жазып көрейін. Осы жерде көк кнопканы басамыз. Мінекей сұрақтар шықты. Енді осыған балалар жауап береді. Балалар сұрақтардың бәріне жауап берген соң осындай сертификат шығатын болады. Мінекей. Осылай өздеріңіздің сабақтарыңызды түрлендіріп, осы сайт арқылы осындай тапсырмалар берсеңіздер болады. Және де бұны балалар принт батырмасын басып шығарып алса болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз KZ. Бүгінгі менің көрсеткен сайтым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.